Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Еркежан. Бүгін сіздерге құрамы бір ғана заттан тұратын творожный сырдың, яғни сүзбелі ірімшіктің жасалу рецептісімен бөлісемін. Дүкенде сатылатын қымбат сырлардан еш айырмашылығы жоқ. Бұл сырды әртүрлі тіске басарлар жасауға немесе торттың сыртын қаптауға пайдалансаңыздар болады. Ең алдымен үлкен көлемдегі осындай ситомызға пакетімізді кигізіп аламыз. Творожный сырымызды жасауға арналған ең басты ингредиентіміз ол майлылығы әртүрлі осындай жұмсақ пакеттегі дүкенде сатылатын айран. Көп көлемде творожный сыр шығу үшін 2 литр жұмсақ пакеттегі айранды қолдандым. Пакетіміздің үстіне 2 литр айранымызды құйып, ішіне ауа кірмейтіндей етіп бетін жабамыз. Айранымыз толық мұз болып қатқанға дейін морозильникке саламыз. Менде айранымыз толық қату үшін морозильникте 1 күн тұрды. Міндетті түрде видеоны толық соңына дейін көріп, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, жанындағы қоңырауша түймесін басуды ұмытпаңыздар. Міне 1 күн морозильникте тұрғаннан кейін айранымыз осылай өз формасын сақтайды. Шұңғыл ыдысымыздың үстіне ситомызды орналастырып, оның үстіне марлямызды төсейміз. Марлямыздың үстіне қатқан айранымызды салып, бетін жауып, бөлме температурасында айранымыз толық ерігенше қойып қоямыз. Менде 1 күн өткеннен кейін айранымыз толық еріп, сары суы бөлек ағып, марлямыздың ішінде творожный сырымыз бөлек бөлініп шықты. Міне біздің жасалу жолы оңай әрі жылдам творожный сырымыз дайын. Дүкенде сатылатын қымбат творожный сырдан еш айырмашылығы жоқ. Осы сырды үй жағдайында жасауға кеңес беремін. 2 литр айраннан 500 грамм, яғни жарты килограммға дейін творожный сыр жасалып шықты. Рецепт ұнаса, міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын.